Ассалауму ассалаумағалейкум достар, сіздермен бірге Винтиго ТВ'ді қалайсыздар достар? Мен екінші видеомды түсіріп тұрмын. Сіздерге уәде еткендей мен 2 күннен видео жасайтын боламын. Бүгінгі видеода мен қалай 3 бармақпен, яғни 3 саусақпен ойнау керек екенін үйретемін. Мен 3 саусақпен ойнаймын. Оның енді қалай ойнау керек екенін сіздерге үйретемін. Ең алғашқы әрине бізде настройкадағы чувствительность, настройки худо. Яғни не істейміз? Бұл шетте менде қалай тұр. Мінекей, көбісі айтады, негізі менде мына шетте прыжок тұр. Негізінде көбісі айтады, что ол шетте мына ататын тұру керек дейді. Бірақ ол ататын тұрған жағдайда бізде оттяжкаға көтеру қиын болады. Егер сіздер ататынды осы жерге қойып ойнап, 3 саусақпен ойнайтындарыңыз болса, кешірім сұраймын, бірақ ол мен үшін ыңғайсыз да. Яғни прыжокты міне мына шетке мен прыжокты бұл шетке 95 қойдым. Міне прыжокты мына шетке 96 мен қоясыздар. Мінекей мен настройкам осылай, жүгіретін мына шетте прыжок. Мынаны кішкенде үлкендеу қоясыздар. Егер сіздер осы видеоға 50 лайк, яғни осы каналда болмаған 50 лайк жинасаңыздар, мен 4 саусақпен қалай ойнау керек екенін сіздерге үйрететін боламын. Мінекей мынау 65, яғни сіз прыжокты басасыз. Сіз бұрынғыдай бір бармақпен жұмыс істеу емес, яғни прыжокты резко басасыз былай. Міне прыжок менде 96, мынау 65-те тұр, жүгіретін мына жақта, яғни сіз мына 2 саусақпен, яғни мынау прыжок, мынау саусақ, сол қолдағы, яғни бірінші саусақ деймін, саусақ прыжок, яғни всегда прыжокта тұратын болады. Ал мынау жүгіретін немесе джойстикке, ал мына жақтағы бармақ ататын, көздейтін соларға. Яғни мына оң қолдың саусағымен ататын немесе көздейтін, мына екеуі менде тұратын, көбіне тұрмайды, себебі менде алу жоқ, көздейтін болады. Ал маған жататын вообще керек емес, жататын мына шетте. Настройка осындай болады. Көргендеріңізде ең басы ататын мен мына секіретін. Яғни сіз сол қолыңыздың саусағы всегда секіретінде тұрады. Ал астындағы саусақ жүгіретін, или джойстик, или аптечка. Ал мына жақ ататын, или көздейтін. Егер сіздер жаңада айтып кеткенде осы видеоға 50 лайк жинасаңыздар, яғни мен 4 саусақпен қалай ойнау керек екенін үйрететін боламын. Енді соны тренировкада емес сіздерге көрсетейін қалай ойнау керек екен. Яғни сіздерге көрсететін болсақ, жүгірдіңіз, секірдіңіз, көтердіңіз. Міне бірінші не істейсіз? Жүгірдіңіз, саусақпен басасыз, көтердіңіз. Бүйтіп осылай міне. Қазір ойында көрсететін болам. Қалай істеу керек? Қазір бір папал болайық. Мінекей, көрсетсем тағы да. Міне көрсетсек, жүгірдіңіз, секірдіңіз, көтердіңіз. Міне, секіруге ыңғайлы да. Егер ол мына шетте тұрған жағдайда бүйтіп көтеретін, жүгірдіңіз, көтердіңіз. Сол үшін, что көбісі негізі айтады, ататынды мына шетке қою керек деп. Жаңағы айтқандай, егер бұл шетке қойған жағдайда, оттяжка менің ойымша көтеру қиын болады деп ойлаймын, что оттяжка көтеруші. Ал секіретін тұрса, типа бір уақытта секіре аласыз, және бір уақытта ата аласыз. Негізі сол көбіне секіретін тұрғаны дұрыс. Өкінішке орай менің телефоным слабый болғандықтан мен көрсете алмай жатырмын да. Сетчика алмай қойшы, сіздерге көрсету үшін. Қалай істедіңіз міне? Мен қалай істедім? Келеттім. Неге қалай жүгірдіңіз?
Жүгірдіңіз, секірдіңіз одновременно. Жүгірдіңіз, одновременно секірдіңіз. Сондықтан жүгірдіңіз, одновременно секірдіңіз. Сол үшін үш саусақпен ойнаудың мәселесі сода да, үш саусақпен ойнағанда сіз бір жақты секіре аласыз және жүгіре аласыз. Енді мен сізге қалай басу керек екенін көрсетейін қазір. Вот, не настройки. Яғни мінекей управление өкінішке орай кешіріңіздер, кеш болғасын, интернет шамалғанда қатыстамайды. Мінекей, яғни ең бірінші жауап сіз не істейсіз? Ең бірінші жауап сіз секретінді бастыңыз, сосын резко уже оттяжкаңызды көтердіңіз. Бірінші секретін, сосын оттяжка. Уже бірінші секретін, сосын оттяжка. Яғни бұл бізде 98, өздеріңіз көргендей. Көрдіңіз бе, одновременно мынаны басып, мынаны да көтеріп жібере аласыз. Көтердіңіз, секірдіңіз. Вот, үш саусақпен ойнаудың аса қиындылығы жоқ. Жарайды, сіздермен бірге болған мен Винтиго ТВ, сау болыңыздар.